Ауырмайтын боласың, осы үш жаттығуды күнделікті әдетке айналдырсаң, буын ауруларынан айығатын боласың. Және де буын ауруларын өзіңе жолатпайтын боласың. Тек буын аурулары емес, сіздің ішкі ағзаларыңызға, бастарыңызға, қуық жолдарына өте пайдалы. Ендеше менімен бірге жасаймыз. Бірінші жаттығуымыз, мысалы жерден тұрмасаң, бірінші жаттығуымыз, әр жаттығуды қазір 10 реттен менімен бірге жасайсыздар. Ендеше бірінші оң аяқтан бастаймыз. 10 рет ішіне, 10 рет сыртына айналдырамыз. Накрест айқастырып, аяқты қазір кеттік ендеше. 1, 2, сыртына айналдырып жатырмын. 3, 4, сезіміңіз жаса. 5, 6, керемет. 7, 8, 9, 10. Сыртына айналдырдым, енді ішіне. 1, 2, аяқты бүкпейміз, барынша 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Керемет. Келесін жасаймыз. Ішіне 1, 2, сықырлайды, қытырлайды, ол норма. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Керемет. Күнделікті әдетке айналдырыңыздар. Сыртына жасаймыз. 1, 2. Басында шама шарқызы келгенше жасайсыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Керемет. 10 рет. Екінші жаттығуымыз тоже бұнда 10 рет жасап көреміз. Бірақ қатып қалған сағат жоқ, 15-20 жасау болады. Бастап кезде 10 қиын болса 7-ден 8-ден 5-ден жасау болады. Барлық жаттығудан солай. Ендеше 10 рет жасаймыз. Качеліді 1, 2, 3, 4, 5, 6. Егер аяқ тимесе не обязательно, бұлай жасауға. 7 де осылай. 8. Ең басы жеңіл ұламыздар. 9. Жеңіл ұлау керек, тырыспау керек болды. Қол жібердім, құладым, кетіп бара жатқанда алып алдым. Керемет. Үшінші жаттығу міндетті түрде егер тізеңіз бүгілетін болса, осылай 1 минут осылай жатамыз. Маңдай жерге тиер-тимес жерде сол жақтың ұшымен созып жатамыз. Егер тізесі бүгілмейтіндер, тізесі до конца бүгілмейді, ауыратындар, артрит, артроз, тағы да буын ауырлы. Онда осылай біреуді төс тиюі мүмкін, біреуді тимеуі мүмкін. Ендеше кеттік, осылай 1 минут. Аяқты аштық, жамбастың араға шыққандай, қолымыз осылай. Басында шама шарқып келгенше 1 минут. Керемет. Басында біреулердің төсі тимеуі мүмкін. Ол ештеңе етпейді, күнделікті жасай сіздің омыртқаңыз гибкий бола бастайды, икемді бола бастайды, қозғалғыш бола бастайды. Осы менің каналымдағы жаттығуларды күнде бір видеодан жазсаңыз, уже 1 айда 2 айда нәтижесін көресіз. Ұнаса лайк басып қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, аямаңыздар лайктеріңізді, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бұл жаттығуда мен көріп жатыр, бүткіл омыртқа тартылып созылады. Керемет. Тұрар кезде риск тұрмаймыз, оң қолды немесе сол қолды жинадық, жаймен отырамыз. Ауырғың келмесе күнделікті әдетке айналдыр. Аман болайық.